Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып адренергиялық препараттар. Адренергиялық препараттар дегеніміз симпатикалық жүйке жүйесіне әсер ететін препараттар. Бұл тақырыпты толықтай түсіну үшін сіздер бірінші симпатикалық жүйке жүйесінің қызметін түсіну керексіздер. Симпатикалық жүйке жүйесі жайлы осы каналда жеке видео бар, автономды жүйке жүйесі деп аталады. Сол лекцияда симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйелерінің қызметтері толықтай айтылған. Сол видеоны бірінші көріп алыңыздар, сосын осы видеоны қарайсыздар. Бұл видеода біз тек қана препараттар талқылаймыз. Симпатикалық жүйке жүйесінің негізгі нейромедиатор ол норадреналин. Норадреналин бөлінгеннен кейін альфа және бета рецепторлерге әсер етіп, өз әсерін көрсетеді. Бүгінгі лекцияда біз осы альфа және бета рецепторлерге әсер ететін препараттарды талқылаймыз. Жаңа айттым, симпатикалық жүйке жүйесінің негізгі нейромедиатор норадреналин деп, бірақ ол қалай синтезделеді? Норадреналин бізде тиразиннен синтезделеді. Тиразин дегеніміз амин қышқылы. Тиразиннен кейін ол допаға айналады, дигидрооксифенилаланин. Допа дофаминге айналады, содан кейін дофаминнен бізде норадреналин синтезделеді. Тиразин арнайы тасымалдаушы арқылы жүйке жасушасының ішіне тасымалданады. Содан кейін тиразин допаға айналады, допа дофаминге айналады, және дофамин везикулдың ішіне тасымалданады. Везикулдың ішіндегі дофамин сосын норадреналинге айналады. Норадреналин везикулдың ішінде сақталады, және сигнал келген кезде синапстық кеңістікке бөлініп шығады. Сигнал бізде натрий арқылы келеді. Натрий әрекет потенциалына әкелгеннен кейін жүйке жасушасының ұшында кернеуге сезімтал кальций каналдары болады. Сол кальций каналдары ашылады сигнал келгеннен кейін, содан кейін кальций жүйке жасушасының ішіне енеді. Кальций енгеннен кейін везикулдың ішіндегі норадреналиннің синапстық кеңістікке бөлініп шығуын ынталандырады. Бөлініп шыққан норадреналин арнайы рецепторлермен байланысады. Біз білеміз, альфа-1, альфа-2 және бета-1, бета-2, бета-3 рецепторлері бар, және әртүрлі органда әртүрлі рецепторлер орналасқан. Сол рецепторлермен байланысып өз әсерін көрсетеді. Және норадреналин пресинапстық нейрондардың ұшында орналасқан альфа-2 рецепторлермен байланысып, сол нейронда норадреналиннің бөлінуін тежейді. Бұл процесс кері байланыс процесі деп аталады. Және қалған бөлігі, норадреналиннің артық бөлігі, ол арнайы кері тасымалдағыш арқылы кері тасымалданады да везикулдың ішіне еніп, қайтадан келесі сигналды күтеді, келесі сигнал келген кезде қайтадан бөлінеді. Сонда кері тасымалданады. Және одан артық бөлігі бізде COMT деген немесе катехол ометил трансфераза деген фермент бар, сол арқылы метаболизмге ұшырайды немесе ыдырайды. Және осы процеске әсер ететін бірнеше бізде препараттар бар. Ол бірінші препарат резерпин. Резерпин препараты дофаминнің везикулдың ішіне тасымалдануын тежейді. Егер дофамин тежелмейтін болса, осы МАО деген фермент арқылы дофамин ыдырайды. МАО дегеніміз моноамин оксидаза деген фермент. Осы фермент арқылы дофамин жойылады. Және келесі препарат ол гуанитидин. Бұл препарат норадреналиннің везикулдан синапстық кеңістікке бөлінуін тежейді. Және келесі препараттар кокаин және амфетамин. Бұл екі препарат норадреналиннің кері сіңірілуін тежейді. Егер норадреналин кері сіңірілмейтін болса, синапстық кеңістікке норадреналиннің мөлшері, концентрациясы жоғарылайды. Және соңғы препарат ол альфа-метил допа. Бұл активті емес препарат. Бұл тиразиннің орнына осы тасымалдаушы арқылы жүйке жасушасының ішіне тасымалданады. Содан кейін альфа-метил допа альфа-метил дофаминге айналады. Альфа-метил дофамин содан кейін альфа-метил норадреналинге айналады. Яғни альфа-метил норадреналин сосын бөлініп шығады сигнал келген кезде. Сосын альфа-2 рецепторлермен байланысып норадреналиннің бөлінуін тежейді. Адренергиялық препараттар екі топқа жіктеледі. Симпатикалық жүйке жүйесін күшейтетін препараттар немесе симпатикалық жүйені блоктайтын препараттар. Күшейтетін препараттар симпатомиметикалық препараттар деп аталады. Олардың екі түрі болады: тікелей әсер ететін немесе тікелей емес әсер ететін. Тікелей әсер ететін препараттар бұлар норадреналиннің рецепторлерімен байланысып тікелей қоздырады. Ал тікелей емес әсер ететін препараттар норадреналиннің қайта кері қабылдауын блоктап, синаптикалық кеңістікте норадреналиннің концентрациясын жоғарылатады. Ал екінші топтың препараттары олар адренергиялық антагонистер немесе адреноблокаторлар деп аталады. Бұлардың екі түрі болады: альфа рецепторларды блоктайтын альфа блокаторлар, бета рецепторларды блоктайтын бета блокаторлар.
Енді аденергиялық жүйе гемодинамикаға қалай әсер етеді? Альфа-1 рецепторлерге әсер етіп, қан тамырларды тарылтады. Альфа-2 рецепторлерге әсер етіп, қан тамырларды кеңейтеді. Бета-1 рецепторлерге әсер етіп, жүректің соғу жиілігін, жиырылу күшін жоғарылатады. Және бета-2 рецепторлерге әсер етіп, қан тамырларды кеңейтеді. Енді бірінші препарат бұл адреналин. Адреналин барлық рецепторлерге әсер етеді. Бета-1, бета-2, альфа-1, альфа-2. Және анафилактикалық шок, бронхоспазм, жүректің тоқтауы, жергілікті анестезия кезінде және көзілшік хирургия кезінде қолданылады. Жаңа мәселелері ол тахикардия, терінің бозаруы, терлеу, жүрек айну, құсу, бас айналу, бас ауру, әлсіздік немесе тремор және алаңдаушылық немесе қорқыныш сезімі пайда болады. Адреналин глюкозаға қалай әсер етеді? Адреналин глюкозаның эндогендік қорларын бөлінуін арттырады. Сонда бауырдан гликогеннің ыдырауын арттырады, глюконеогенезді арттырады, сол арқылы глюкозаның деңгейін қанда жоғарылатады. Егер қанда жоғарылатын болса, қан диабетімен ауыратын пациенттерде біз инсулиннің дозасын арттыруымыз қажет болуы мүмкін. Енді келесі препарат дофамин. Дофамин гематоэнцефальды барьерден өтпейді, орталық жүйке жүйесіне әсер етпейді, тек қана перифериялық әсер етеді. Бірақ перифериялық әсері ол дозаға тәуелді. Төмен дозада ол допаминдік рецепторлерге әсер етеді және бүйректің артерияларының кеңеюін шақырады, вазодилатациясын. Орташа дозада бета-1 рецепторлерге әсер етеді және жүректің соғу жиілігін жоғарылатады және жиырылу қабілетін жоғарылатады. Өте жоғары дозада альфа рецепторлерге әсер етеді да қан тамырларды тарылтады. Тікелей агонистер. Бұл препараттарға жатады адреналин, дофамин, изодрин, добутамин, және норадреналин және фенилефрин. Бұл препараттардың барлығы әртүрлі шоктардың түрлерінде қолданылады. Мысалы, адреналин бізде жаңа айтып өттік, анафилактикалық шок кезінде қолданылады, және дофамин бізде кардиогенді шок кезінде қолданылады. Осы берілген екі препарат барлық рецепторлерге әсер ете алады. Альфа-1, бета-1, бета-2 барлығына әсер етеді. Және келесі екі препарат ол изодрин және добутамин. Бұл екі препарат негізінен бета рецепторлерге әсер етеді, бета-1 және бета-2. Мысалы, изодриннің бета-1 және бета-2 рецепторлерге әсері бірдей, жүректің соғу жиілігін жоғарылатады және қан қысымын төмендетеді. Ал добутаминнің бета-1 рецепторлерге әсері күштірек, бета-2-ге төменірек. Әсері изодринмен бірдей, жүректің соғу жиілігін жоғарылатады және қан қысымын төмендетеді. Және одан кейінгі препараттар норадреналин және фенилефрин. Бұл екі препараттардың негізгі әсері ол альфа рецепторлерге әсер етеді, бірақ норадреналин альфадан бөлек бета-1, бета-2-ге де әсер ете алады. Және бұл препараттар өте күшті вазоконстрикторлар, альфа рецепторлерге әсер етіп, қан тамырларды тарылтады. Сондықтан бұл препараттар негізінен септикалық шок кезінде қолданылады. Тікелей агонистерге жататын тағы да басқа препараттар. Ол бірінші препарат псевдоэфедрин, альфа-1 және альфа-2 рецепторлерге әсер етеді және негізгі әсері тамыр тартылтқыш. Орысша айтқан кезде сосудосуживающий препарат ринит кезінде, синусит кезінде немесе тұмау кезінде мұрынға тамызылып, симптоматикалық ем ретінде қолданылады. Мұрынның қан тамырларын тарылтып, мұрынды ашады. Келесі сальбутамол, сальметирол, бета-1 және бета-2 рецепторлерге әсер етеді. Бета-2 рецепторлерге әсері күштірек. Бета-2 рецепторлер бізде өкпеде, бронхтарда, бронхиолаларда орналасқан, сондықтан осы екі препарат астма кезінде немесе өкпенің созылмалы обструктивті ауру кезінде қолданылады. Келесі екі препарат ол тербуталин және ритадрин. Бұл екі препарат бета-2 рецепторлерге әсер етеді. Тербуталин бета-1-ге де әсері бар, бірақ өте төмен. Және бета-2 рецепторлар бізде жатырда орналасқан, жатыр бұлшықеттерінде. Егер жүкті әйелде мезгілінен бұрын толғақ, мезгілінен бұрын босану болатын болса, онда осы екі препарат енгізіледі және жатырдың жиырылуын төмендетеді. Келесі топтың препараттары альфа-агонистер, клонидин және метилдопа жатады. Бұл топқа гипертензия кезінде қолданылады және орталық жүйке жүйесіндегі альфа-2 рецепторлардың агонистері болып табылады. Жүйке ұшынан норадреналин бөлінгеннен кейін органдардағы рецепторлермен байланысып өз әсерін көрсетеді және норадреналин сол пресинапстық нейрондардағы альфа-2 рецепторлермен байланысып норадреналиннің бөлінуін тежейді. Бұны біз кері байланыс реакциясы дейміз. Кері байланысып норадреналинді тежейді.
және норадреналиннің бөлінуі төмендейді. Клонидин альфа-2 рецепторының агонисті. Бұл өте ескі, сирек қолданылатын препарат. Негізгі жанама әсері гипертензия. Өзі гипертензия қарсы препарат, бірақ бұл препаратты қолданып жүріп, бірден тоқтататын болса, онда гипертензия одан сайын асқынып кетеді. Ауыр гипертензияға келеді. Систолалық қан қысым 200-ден жоғары және диастолық қан қысым 120-дан жоғары болады. Және одан басқа тітіркенгіштік, қозу, терлеу, бас ауру, кеуде тұсының ауырсыну секілді жанама әсерлер болады. Және бұл препарат седацияны тудырады. Седация дегеніміз тыныштандырады адамды. Келесі метилдопа. Бұл препаратта альфа-2 агонистісі, жүктілік кезінде қолданылатын гипертензия қарсы препарат. Бұл препаратта адамды тыныштандырады, седацияны шақырады. Және негізгі жанама әсері, бірақ бұл өте сирек кездеседі, ол гемолитикалық анемия. Альфа агонистеріне жататын тағы да бір препарат, ол апроклонидин. Бұл препарат глаукома кезінде қолданылады. Альфа-2 рецепторларының агонистері, бірақ әлсіз альфа-1 белсенділігі бар, және бұл препарат көзішілік қысымды төмендетеді. Енді тікелей емес агонистер. Бұл препараттар норадреналиннің кері сіңірілуін тоқтатады. Мына жерде кері сіңірілетін арнайы насос бар. Мысалы, оған жататын кокаин және амфетамин. Бұл екі препарат норадреналиннің кері сіңірілуін тежейді. Және мынау екі препарат, эфедрин және амфетамин, бұлар норадреналиннің жүйке ұшынан бөлініп шығуын ынталандырады және норадреналиннің синапстық кеңістікте концентрациясын жоғарылатады. Бірінші препарат амфетамин. Бұл норадреналиннің кері тасымалдануын блоктайды және босап шығуына ықпал етеді. Қай кезде қолданамыз? Бұл нарколепсия кезінде, семіздік кезінде қолданамыз. Бұл стимулятор препарат. Және эфедрин. Бұл препарат норадреналиннің босап шығуына ықпал етеді және ринит, зәрді ұстамау кезінде қолданамыз. Келесі кокаин. Бұл препарат норадреналиннің кері тасымалдануын блоктайды және бұл препарат вазоконстриктор және жергілікті анестетик ретінде қолданылады. Енді клиникалық жағдайлар. Сіздерде рубежкада осындай есептер келуі мүмкін. Мысалы, 5 жасар бала, ара шаққаннан кейін балада бөртпе және тыныс алудың қиындауы пайда болды. Онда бұл анафилактикалық шок, балаға біз адреналин енгіземіз. Және 75 жастағы ер адам, пневмония және гипотензия, пневмониядан кейін сепсис, сепсистен кейін гипотензия болатын болса, онда септикалық шок, біз пациентке норадреналин немесе фенилэфрин енгіземіз. Үшінші мысал, 66 жастағы ер адам, массивті миокард инфарктісі және гипотензия болатын болса, онда пациентте кардиогенді шок, біз добутамин енгіземіз. 10 жасар бала, анамнезінде астма, тыныстың тарылуы, ентігу, сырылдар, онда бұл балада демікпе ұстамасы немесе приступ астмы, біз бұл балаға сальбутамол береміз. Және 22 жастағы ер адам мұрыннан су ағатын болса, онда бұл ринит, біз жергілікті мұрынға псевдоэфедрин немесе фенилэфрин тамызамыз. Келесі топтың препараттары, бұлар адренергиялық антагонистер. Екі топтың препараттары бар, альфа-блокаторлар және бета-блокаторлар. Альфа-блокаторлар бізде селективті және селективті емес деп бөлінеді. Селективті емес препараттарға альфа-1 және альфа-2-ні тежейтін препараттар. Бірінші препарат ол феноксибензамин. Бұл препарат қайтымсыз тежейді рецепторларды, және фенталамин, бұл препарат қайтымды тежейді. Бұл екі препаратта бізде феохроматостома кезінде қолданылады. Феохроматостома дегеніміз ол бүйрек үсті безінің мыйлы қабатының ісігі. Барлығымыз білеміз, бүйрек үсті безі өзі қыртысты қабаттан және мыйлы қабаттан тұрады, және мыйлы қабаты қанға адреналинді бөледі. Ал феохроматостома кезінде осы мыйлы қабаттың ісігі болады да, мыйлы қабаты үлкен болып өседі, жасушалар бөлінеді, сондықтан адреналиннің қанға бөлінуі күшейеді. Егер адреналин көп бөлінетін болса, онда пациентте қан қысым өте жоғары болады, пациентте тахикардия болады, және мынау екі препарат, феноксибензамин және фенталамин, сол адреналиннің әсерін блоктайды. Сол арқылы қан қысымын түсіреді. Және жаңа мәселелері гипотензия және рефлекторлық тахикардия. Келесі препараттар, олар альфа-1 рецепторының блокаторлары, бұлар селективті. Бұларға жататын тамсулазин, альфузазин, доксазин және тирозазин.
барлығымыз білеміз, альфа-1 рецепторлар бұлар қан тамырларының қабырғаларында орналасқан және активтенген кезде қан тамырларды тарылтады. Ал мынау препараттар бұлар блокаторлар, альфа-1 рецепторлар блоктанады, блоктанғаннан кейін қан тамырлар кеңейеді. Қан тамырлар кеңейетін болса, жалпы қан тамырлық қарсыласу төмендейді және қан қысымы төмендейді. Жалпы қан тамырлық қарсыласу дегеніміз ол шеткі перифериялық капиллярлардың диаметріне байланысты. Мысалы, екі қан тамырды алатын болсақ, диаметрі кең және диаметрі кішкентай. Мысалы, қан тамыр тарылған кезде диаметр кішірейеді және диаметр кішіретін болса, сол қан тамырының ішінен қанның жүруі қиындайды және жүрекке күштеме артады. Ол дегеніміз жалпы қан тамырлық қарсыласу артты деген сөз. Ал егер диаметрді біз кеңейтетін болсақ, қан тамырларды бұлшықеттерін босаңсытып, қан тамырлар кеңейтетін болсақ, онда жалпы қан тамырлық қарсыласу төмендейді. Себебі диаметрі кең қан тамырлардан қанның жүруі жақсарады, оңай болады және жүрекке түсетін күштеме төмендейді. Енді бұл препараттар және қуық асты безінің қатерсіз гипертрофиясы кезінде қолданылады. Мынау қуық асты безі, ал мынау қуық асты безінің қатерсіз гипертрофиясы. Гипертрофия кезінде қуықтан зәрдің шығуы қиындайды, себебі мынау гипертрофияға ұшыраған без зәр шығатын жолды блоктайды. Қысып тастағаннан кейін зәрдің шығаруы қиындайды. Ал берілген препараттар альфа-1 блокаторлары. Бұлар қуықтың және қуық асты безінің тегіс салалы бұлшықеттерін босаңсытады. Бездің бұлшықеттері босаңсығаннан кейін без босаңсып, мына жерден зәрдің шығуы оңай болады. Сонда зәрдің шығаруы жақсарады. Және жанама әсері ол ортостатикалық гипотензия. Ортостатикалық дегеніміз, егер пациент жатқан күйінде бірден тұратын болса, онда миға қанның баруы төмендейді, өйткені қан тамырлар тарылып үлгермейді, осын пациенттің басы айналып, естен тануы мүмкін. Ал тамсулазин деген препарат бұл уроселективті. Уроселективті дегеніміз бұл негізінен тек қана осы қуыққа және қуық асты безіне ғана әсер етеді және гипотензиялық әсері аз. Келесі альфа блокаторлар, ол альфа-2-нің блокаторы, миртазапин, бұл депрессия қарсы препарат және орталық жүйке жүйесіндегі серотонин және норадреналиннің деңгейін жоғарылатады. Бета блокаторлар, бұлар бета-1 селективті препараттар, мысалы эсмелол, атенолол, метапролол. Бета-1 бізде жүректе орналасқан, сондықтан бұл препараттар кардиоселективті бета блокаторлар деп аталады. Және бізде екінші топ бета-1 және бета-2 әсер ететін, бұлар селективті емес препараттар. Бұларға жатады пропанолол, тимолол және надолол. Содан кейінгі топ бізде бета-1, бета-2 және альфа-1-ге әсер ететін препараттар, олар карвидолол және лабетолол, және жартылай агонистер, олар пиндолол. Бета-1 селективті антагонистер, немесе бета-1 селективті блокаторлар, немесе кардиоселективті бета блокаторлар. Бұларға жатады атенолол, метапролол және эсмолол. Бета блокаторлардың барлығы ололмен бітеді, есте сақтау өте оңай. Және бұл препараттар жүректе орналасқан бета-1 рецепторлерін блоктап, симпатикалық жүйке жүйесінің әсерін тоқтатады және гипертензия үшін қолданылады. Рецепторлер блоктағаннан кейін жүректің минуттық лақтырыс көлемі төмендейді және айналымдағы қан көлемі төмендейді. Айналымдағы қан көлемі төмендейтін болса, онда пациенттің қан қысымы төмендейді. Және метапролол систолалық жүрек жеткіліксіздігі кезінде қолданылады. Бұл препарат жүректің симпатикалық стимуляциясын тежейді және өлімді азайтады. Селективті емес бета-1 және бета-2 блокаторлар, бұларға жатады пропанолол, тимолол және надолол. Бұл препараттарды біз гипертензия кезінде қолдануға болады. Және надолол мен пропанолол препаратын біз портальды гипертензия кезінде қолданамыз. Портальды гипертензия дегеніміз ол бауыр ішілік қысымның артуы, бауырға қанның көп келуі. Мысалы, бета-1-ді блоктайтын болсақ, онда жүректің жұмысы тежеледі, қан қысымы төмендейді, жүректің минутты лақтырыс көлемі төмендейді және айналымдағы қан көлемі төмендейді. Сол арқылы қан қысымы төмендейді. Ал егер бета-2-ні блоктайтын болсақ, бета-2 рецепторлар бізде бауырдың қан тамырларының қабырғасында орналасқан. Бета-2 активтенген кезде қан тамырлар кеңейеді де бауырға көп қан келеді. Ал бета-2-ні блоктайтын болсақ, бауырдың қан тамырлары тарылады да
портальдық қан ағымы төмендейді. Сол арқылы бауырға аз қан келеді. Және үшінші препарат ол тимолол. Бұл глаукома кезінде қолданылады. Бізде бета-1 және бета-2 рецепторлары көзішілік сұйықтықтың өндірісін күшейтеді. Және егер сұйықтық көп болатын болса, көзішілік қысым жоғарылайды. Ал біз блоктайтын болсақ, тимолол осы екі рецепторды блоктайды. Блоктайтын болса, сұйықтықтың өндірісі төмендейді және көзішілік қысым төмендейді. Және бета-1, бета-2 және альфа-1 блокаторлар, бұларға жатады карвидолол және лабетолол. Бұл препараттар, мысалы лабетолол, гипертониялық криз кезінде қолданылады. Мысалы қысымның жылдам төмендеуі. Себебі бұл бета-1 рецепторларға әсер етіп, жүректің жиырылу жиілігін төмендетеді, айналымда қан көлемін төмендетеді және қан қысымын төмендетеді. Және альфа-1 рецепторларға әсер етіп, альфа-1 рецептор блоктап, қан тамырларды кеңейтеді, сол арқылы қан қысымын жылдам төмендетеді. Және карвидолол, бұл препарат систолалық жүрек жеткіліксіздігі кезінде қолданылады. Бұл жүректің симпатикалық стимуляциясын тежейді. Сол арқылы осы жүрек жеткіліксіздігінен болатын өлімнің санын азайтады. Және бета-блокаторлардың жартылай агонистері, бұған жатады пиндолол, ол бета-1 және бета-2 рецепторларға әсер етеді, және бұл селективті емес. Және ацебутолол, бета-1 селективті. Бұл препараттардың әсері ішкі симпатомиметикалық белсенділікке байланысты. Себебі егер симпатикалық белсенділік төмен болатын болса, онда бұл препараттар агонист ретінде әсер етеді, миметик ретінде. Бұл препараттар рецепторларды белсендіреді. Егер симпатикалық белсенділік өте жоғары болатын болса, онда бұл препараттар блокатор ретінде әсер етеді, рецепторларды блоктайды. Және бета-1-ді белсендіру арқылы бұл препараттар пациентте стенокардияны шақыруы мүмкін. Енді бета-блокаторлардың жаңа мәселелері, оларға жатады шаршау, эректильді дисфункция, депрессия. Көбінесе бұл жаңа мәселелер ескі бета-блокаторларда өте жиі кездеседі, мысалы пропанололда. Және гиперлипидемияны шақыруы мүмкін, бірақ гиперлипидемия өте аз мөлшерде болады. Мысалы триглицеридтердің шамалы жоғарылауы және тығыздығы жоғары липопротеидтердің деңгейінің аздап төмендеуі. Және қант диабеті бар пациенттерде бета-блокаторларды сақтықпен қолдану керек. Себебі бета-блокаторлар адреналиннің әсерін блоктайды. Адреналин бізде глюкозаның деңгейін қанда жоғарылатады, оны алдыңғы лекцияларда айттық. Егер біз адреналиннің әсерін блоктайтын болсақ, өйткені бета-блокаторлар адреналин әсерін блоктайды, онда қанда глюкозаның мөлшері төмендеп, пациентте гипогликемия дамиды. Егер гипогликемия болатын болса, гипогликемия негізгі белгілері, онда пациентте глюкоза мысалы төмендеді, гипогликемия дамыды, сонда симптомдары тершеңдік және тахикардия дамиды. Бірақ бета-блокаторлар қолданған кезде пациентте тахикардия дамымайды, тершеңдік дамымайды, себебі бұл препараттар жүректе әсерін блоктап, бета-рецептор блоктап, жүректің қызметін төмендетеді. Сондықтан бета-блокаторлар гипогликемияның симптомдарын жасырады. Сондықтан қант диабеті бар пациенттерде сақтықпен қолдану керек. Және бета-блокаторлардың басқа жаңа мәселелері ол демікпе және созылмалы обструктивті өкпесінде ауру бар пациенттерде сақтықпен қолдану керек. Хоббл кезінде. Мысалы, бета-2 рецепторлар олар өкпеде орналасқан бронхтарда, және ол рецепторлар активтенген кезде бронхтардың дилатациясы болады, бронходилатация болады. Ал егер бета-2 рецепторларды біз блоктайтын болсақ, онда пациентте бронхоконстрикция болады, және дем алудың қиындауы болады. Ал демікпе хоббл кезінде бронхтар өзі тарылған күйінде болады, және біз оны одан сайын тарылтатын болсақ, пациенттерге ауа жетпейді. Ал бета-1 блокаторлар, мысалы кардиоселективті препараттар, бұлар өкпеге ешқандай әсер етпейді, бета-2 рецепторларды блоктамайды, сондықтан бұлар жиі қолданылады. Демікпе және хоббл кезінде бұлар жиі қолданылады. Және декомпенсацияланған жүрек жеткіліксіздігі кезінде, мысалы бета-1 блокаторлары жүректің минуттық лақтырыс көлемін төмендетеді, бұл симптомдардың нашарлауына келеді. Сондықтан декомпенсацияланған жүрек жеткіліксіздігі кезінде қолданылмайды, бірақ компенсация сатысында бета-блокаторлар олар жиі қолданылады, себебі бұлар өлімнің санын азайтады. Енді артық дозалану, бұл егер передозировка болатын болса,
миокардтың жиырылу қабілетін төмендетеді, брадикардияға алып келеді және шокқа алып келеді. Шок, брадикардия және атриовентрикулярлы түйіннің блокада. Бета блокаторлармен артық дозаланудың емі бізде ол глюкагон. Глюкагон бета рецепторлардан басқа жерде аденолат циклазаны белсендіреді. Аденолат циклазы белсенетін болса, жасуша ішінде циклдік АМФ жоғарылайды және жасуша ішілік кальцийдің деңгейі жоғарылайды. Ал егер кальцийдің деңгейі жоғарылайтын болса, онда жиырылу және жүректің соғу жиілігі жоғарылайды. Осымен лекция аяқталды. Назарларыңызға рахмет.